ерте-ерте-ертеде атақты жыл ақсақалдың қыс көз дейтін екі ұлы, көктем жаз дейтін екі қызы болыпты. Ұлдары мен қыздары есейгеннен кейін жыл ақсақал оларды алдына шақырыпты. Ұлдарым мен қыздарым, ақылдарың толысты, буындарың бекіді. Енді мен сендерге үлкен сенім артып, зор міндет жүктегелі отырмын. Қалай қарайсыңдар деп, ұлдары мен қыздарына айтады. Мен дайынмын, дейді қызуқанды қыз. Мен де, дейді көктем сұлу. Мен де, дейді көңілшек күз. Мен де, дейді жадыраған жаз. Жыл ақсақал оларға риза болады. Ендеше мен сендерге 12 айды 3-3-тен теңдей бөліп бергім келіп отыр. Мына әр қағазға ай аттарын жаздым. Әр қайсысын 3-3-тен алатын болыңдар, дейді жыл ақсақал. Сосын ораулы 12 қағазды шашып тастайды. Ұлдары мен қыздары шашылған қағаздарды таласып-тармасып бөліп алады. Сонымен сендер кезекпен 3 ай жұмыс істейтін боласыңдар. Ал жолдарың болсын. Бірақ бір ескертерім. Әрқашан халық үшін, адамдар үшін қызмет ететіндеріңді ұмытпаңдар, дейді жыл ақсақал ұл-қыздарына. Содан бері жылдың 4 мезгілі — көктем, жаз, күз, қыс — адамдарға қалтқысыз қызмет етумен келеді.